Қазақстан Халқы Ассамблеясы дүниедегі теңсіз институтқа айналды. Қазақстан этностары үшін барлық мүмкіндіктер берілген. Олар өз тілінде салт дәстүрін, дінін сақтап, Қазақстанның барлық жұмыстарына араласып отыр. Қазақстандық этностар өз болашағын Қазақстанмен байланыстырып, өз балаларын мемлекеттік тілде оқытып, қазақ мектептеріне беріп, өздері мемлекеттік тілді еркін меңгеріп, барлық салаларда еңбек етіп келуде. Ассамблея құрылымдары туралы тоқталып өтетін болсақ, ассамблея құрылымдары олардың ішінде ақсақалдар кеңесі, аналар кеңесі, жастар қанаты дегеніміз, бұлардың атқарған жұмысы орасан. Ақсақалдар кеңесі ұрпақ сабақтастығын жалғастырса, аналар кеңесіміз отбасы құндылықтарын дарытып, Қазақстандағы отбасыларды сақтау, оларды ары қарай дамыту деген жұмыстарды жүргізсе, жастар қанатымыз, еріктілер жұмысы, солардың барлығын атқарып келді. Бізді толғандырған сұрақ бар еді, ол сұрақты мен қазір осы жерде ассамблея мүшелері атынан бергім келген еді. Қазақстан Халқы Ассамблеясы одан ары халық кеңесіне қосылады деген біз естіп отыр едік. Ол мен қазір берем деген сұраққа Марат Алмасұлы нақты барлығын түсіндіріп берді. Ол сұрақты біз түсіндік. Қазақстан Халқы Ассамблеясы біз барлығымыз қуанып отырмыз. Біз жұмысымызды жалғастырып, осы достық үйлері, ақсақалдар кеңесі, аналар кеңесі жұмысын жалғастырады дегенге қуанып отырмыз.